Бүгін біз сіздермен Амеди Хасеновтың тіл білімі кітабын талдайтын боламыз. Тілдің лексика жүйесі мен құрамы. Тілдің лексикасы мен құрамы тілдің түрлі единицалары арқылы зерттеледі. Тілдегі негізгі единицаларға фонема, морфема, сөз тіркесі және сөйлем жатады. Бұлар тілдің жалпы жүйесінің элементтері болып табылады. Тіл деңгейлері бір-бірімен тығыз байланысты. Фонема – тілдің фонемалық деңгейі, морфема – морфемалық деңгей. Ал морфемалардан лексема жасалып, сөз тіркесі мен синтаксистік құрылымдар құралады. Осыдан тілдің тағы екі түрі бөлінеді: лексика және сөз тіркесі, яғни синтаксис. Мәтін фонема, морфема, лексема және синтаксистік құрылымдардан құралады. Тілдің негізгі салалары фонетика, лексика, морфология және синтаксис. Бұлар бір-бірімен тығыз байланысып, тұтас тіл құрылымын жасайды. Тіл лингвистикада қабат-қабат болып зерттеледі. Дыбыстық жүйе, сөз мағынасы, грамматикалық форма, орфография және орфоэпия. Осы нормалардың барлығы тілдің жүйелі заңдылығына сүйенеді және бір бүтін организмнің бөліктерінде қызмет атқарады. Тілдің лексикасы күрделі, көлемді және үнемі дамып, өзгеріп отыратын жүйе. Лексикология сөздің мағынасын, жасалу жолдарын, контекстегі қолдануын және фразеологиялық байланыстарын жан-жақты зерттейді. Қазақ тіліндегі бой сөзі сияқты бір ғана сөздің өзі көптеген тұрақты тіркестер жасауға негіз бола алады. Сөз лексикологияның ең негізгі объектісі. Сөз адамдардың бір-бірімен түсінісуіне, қарым-қатынас жасауына қажет басты тілдік бірлік. Сөзсіз ой алмасу мүмкін емес. Лингвистика үшін ең маңызды зерттеу нысаны сөз. Өйткені тілдің барлық заңдылықтары, ерекшеліктері осы бірлік арқылы көрінеді. Сөз адамның туған тілімен, шыққан ортасымен, тарихымен тікелей байланысты. Ол адамның сезімін, ойын, мәдениетін, рухани әлемін көрсетеді. Сөз арқылы адамзаттың өткенін де, ойын да, жан дүниесін де тануға болады. Әдебиетте сөздің күші мен қасиетін сипаттайтын көптеген пікірлер бар. Сөз адамның ойы мен өмірінің көрінісі. Сөз өнердің құралы. Сөз халықтың жан сұлулығын танытады. Сөз адамның рухани байлығын көрсетеді. Сөз тілдің негізгі бірлігі, адамның ойы мен сезімін жеткізетін, қоғамдағы қарым-қатынасты жүзеге асыратын ең маңызды құбылыс. Сөз және ұғымның қарым-қатынасы атаулардың табиғаты жөнінде. Сөз бен ұғым өзара байланысты, бірақ бір-біріне тең емес категориялар. Ұғым, Ленин айтқандай, мидың ең жоғарғы жемісі. Ол сөз арқылы туып, өмір сүреді. Сөз белгілі бір ұғымды білдіре алады, бірақ әр сөз ұғымды бере бермейді. Мысалы, шылаулар мен одағайлар ұғым емес, мағына ғана білдіреді. Сөз эмоциялық реңкке ие болуы мүмкін, ал ұғымда эмоциялық бояу болмайды. Ұғым заттар мен құбылыстардың ең жалпы маңызды қасиеттерін қамтиды, және ол жалпы адамзаттық категория болып табылады. Осыған байланысты әр тіл бір ұғымды әртүрлі сөзбен атайды. Қазақша жер, орысша земля, ағылшынша land, французша terre. Бұл сөздердің мағыналық өрісі де әр тілде өзгеріп отырады. Мысалы, land әрі жер, әрі мемлекет, әрі ұлт деген мағыналар береді. Сол сияқты қазақша баба сөзі грузинше шеше мағынасын білдіреді. Орыс тіліндегі дедушка мен бабушка ұғымдары швед тілінде екі-екіден бөлініп беріледі. Фарфор, морфор, фармер, мормор. Кейбір қарапайым ұғымдар да тілдерде әртүрлі аталады. Мысалы, қазақша қайнаған су, орысша кипяток. Неміс, француз, испан тілдерінде түрлі тіркестермен беріледі. Терминдер дегеніміз не? Терминдер белгілі бір ғылым саласына тән арнайы сөздер. Мысалы, тілде морфология, синтаксис, морфема, қоғамдық ғылымдарда демократия, қайта құру, жариялылық және тағы да басқа. Терминдердің көбі халықаралық сөздер. Көптеген терминдер латын және грек тілдерінен шыққан. Кеңес заманында орыс тілі арқылы жасалған көптеген терминдер де бар. Интернационалдық лексикаға тоқталатын болсақ, ол бірнеше тілде бірдей мағынада қолданылатын, бірақ әр тілдің өз дыбысталуына бейімделген сөздер.
Кірме сөздер бір тілден екінші тілге ауысқан сөздер. Олар тілдің сөздік қорын байытады. Халықтар арасындағы мәдени, саяси, экономикалық байланыстардың нәтижесінде пайда болады. Сөздер тікелей де, басқа тіл арқылы да, ауызша да, жазбаша да кіре береді. Барлық тілдерде кірме сөздер бар. Ешбір тіл тек өз сөздермен ғана өмір сүрмейді. Мысалы, француз тіліндегі 4635 сөздің жартысынан көбі басқа тілдерден енген. Кірме сөздер қалай енеді? Олар қабылданған тілдің дыбыс заңдылықтарына, грамматикасына, жалғау жұрнақтарына бейімделеді. Кірме сөздер қазақ тілінде жаңа сөз жасауға қатысады. Кейбір кірме сөздер жұрнаққа айналып, қазақ тілінде жаңа сөздер тудырып жібереді. Демек, кірме сөздер тілдің тарихи дамуының нәтижесі. Араб парсы сөздері қазақ тілінің сөз қорына өте ерте кіріп, табиғи бөлігіне айналған. Кейбір кірме сөздер қазақ тілінде жаңа сөз жасайтын жұрнаққа айналып кеткен. Моңғол тілінен де көптеген сөздер тарихи құраластық нәтижесінде қабылданған. Сонымен кірме сөздер дегеніміз тіларалық қарым-қатынас нәтижесінде бір тілден екінші тілге енген сөздер. Бұл әрі қоғамдық құбылыс, әрі тілдік процесс болып табылады. Белгілі бір тілдің екінші бір тілге бір сыпырасының енуі әртүрлі жағдайларға байланысты болады. Дәл осы кірме сөздермен байланысты бір құбылыс калька деп аталады. Калька дегеніміз бөтен жұрт сөзінің моделін морфемалап аудару. Мәселен, орыс тіліндегі влияние француздың инфлуенко сөзінің, ал насекомые латынның инсектум сөзінің калькасы. Әдетте калькаларды лексикалық, семантикалық, фразеологиялық және синтаксистік деп төртке бөледі. Бүгін біз тілдегі сөздердің үш негізгі тобы туралы айтамыз. Ең алдымен, тілдегі сөздер мен заттардың арасында табиғи байланыс жоқ. Егер әр затқа жеке атау беру керек болса, тілде миллиондаған сөз болар еді. Адамдар бір-бірін түсіне алмайтын еді. Адамдар сондықтан сөздер қоғамның келісімімен берілген белгілер болып есептеледі. Тілдегі сөздер өмірдегі заттарды, сапаларды, іс-әрекеттерді білдіреді. Осы қызметіне қарай олар үш топқа бөлінеді. Бірінші топ атауыш сөздер, бұлар толық мағына береді. Оларға зат есім, сын есім, етістік, үстеу кіреді. Екінші топ көмекші сөздер. Бұлардың жеке мағынасы жоқ, бірақ сөздерді байланыстырып, грамматикалық мағына жасайды. Мысалы, жалғаулықтар, септеуліктер, демеуліктер. Үшінші топ аралық сөздер. Бұған есімдіктер, сан есімдер, одағайлар жатады. Олар нақты затты атамайды, бірақ сөйлеуде жиі қолданылады. Осы сөзімді қорытындылай кететін болсақ, тілдегі сөздер үш топтан тұрады: атауыш, көмекші және аралық сөздер. Осында жүйе тілдің түсінікті болуын қамтамасыз етеді. Баршаңызға сәлем, мен атым Эльвира. Бүгін мен сіздерге кітапта берілген сөз мағынасының көп қырлылығы, яғни полисемия, сондай-ақ сөз мағынасындағы кеңею мен тарылу құбылыстары туралы егжей-тегжейлі түсіндіріп беремін. Жалпы полисемия бір сөздің бірнеше мағынаға ие болуы. Кітапта бұл құбылыс алу етістігі арқылы жақсы түсіндіріледі. Алу сөздің мағыналары әр тілде әртүрлі кеңейеді. Орыс тілінде брать болса, ағылшынша take. Бұл сөздің бірнеше мағынасы бар: қолға алу, қабылдау, сатып алу, сабақ алу, баланы тәрбиелеуге алу, біреуді өзімен бірге ерту, таңдау, тапсырма алу және тағы басқа. Ағылшын тілінде to take, мысалы to take a book, кітап алу, to take medicine, дәрі ішу, to take a prize, жүлде алу, to take fish, балық аулау. Яғни бір ғана алу етістігі әр тілде бірнеше мағына арқылы кеңейеді. Бұл полисемияның нақты көрінісі кітапта көрсетілген. Сонымен қатар французша мысалдар берілген. Prendre – алу, ұстау, қолдану, міну, немесе nehmen – алу, ұстау, қатысу, немесе айырбастау. Кітапта сонымен қатар мысал ретінде ауыз, бас, голова, стол сөздері берілген. Мысалы, бас сөзінің мағыналары: адамның басы, бастық, шың, төбе, бастама, негізгі бөлім. Мағыналары әртүрлі болғанымен, бәрінде орталық, жетекші, бөлік деген семантикалық байланыс бар. Сондықтан олар бір сөздің бірнеше мағынасы ретінде танылады. Бұл семантикалық жақындық деп аталады.
Полисемия бір сөздің әртүрлі жағдайда бірнеше мағына беруі, яғни бір түбір көп мағына. Мысал ретінде қазақ тіліндегі бас сөзін алуға болады. Бұл сөздің көптеген мағынасы бар. Адамның бас мүшесі, шөптің, ағаштың ұшы, таудың шыңы, бір нәрсенің бастауы, жоғарғы жағы, таяқтың, бұйымдардың жуандау жағы, бастаушы адам, басшы, негізгі үлкен бөлік, санау бірлігі және тағы да басқалары. Орыс тілінде де голова сөзі дәл осылай көп мағыналы. Дене мүшесі, сан мөлшері, қабілеттілік, басшы, колонна басы және тағы да басқалары. Әр тілде мұндай мысалдар өте көп. Мысалы, орыс тілінде стол сөзі жиһаз, тамақ, адам атауын білдірсе, муж, ер, күйеу, азамат деген мағынаны білдіреді. Ағылшын тілінде care, қамқор болу, назар аудару дегенді білдіреді. Полисемия неге пайда болады? Ежелден қолданылып келе жатқан сөздер уақыт өте келе жаңа мағына қосады. Сондықтан көптеген көне түбірлер көп мағыналы болып келеді. Абай Құнанбайұлы алу сөзін әртүрлі 7 түрлі мағынада қолданады. Сонымен бірге алу етістігі көптеген фразеологизмдерде ауыспалы мағынада қолданылады. Сонымен полисемия тілдің табиғи қалыпты қасиеті, бір сөздің бірнеше мағынаға ие болуы. Сөз мағынасының таралуы. Сөз мағынасының таралуы бұрын кең мағынада қолданылған сөздің уақыт өте келе тек белгілі бір аймақта, кәсіпте немесе нақты контексте ғана қолданылуы. Мәтінде келтірілген мысалдар: шиша, құбыр, ертеректе шыны деген жалпы мағынада қолданылса, қазір тек белгілі бір аймақта ғана қолданылады. Бутылка мағынасында көмбе, тағам атаулары, бірақ баршаға ортақ емес аймақтық сөздер. Ат жүргізгіш, кемірауыз, белгілі кәсіп, мал шаруашылығына қатысты кәсіби зат іс-әрекеттің аясынан шектелуі. Сөздердің мағынасы адамның өміріндегі өзгерістерге сай шектеліп отырады. Мәтіндегі мысалдар: орыс тілінде страсть сөзі 18 ғасырларда құмарлық, құштарлық, қауіп, қорқыныш, азап, уайым деген көптеген мағынада қолданылған. Қазір тек құмарлық, күшті сезім. Наказание бұрын нұсқау беру, үйрету, тәрбие беру мағынасында болса, қазір тек жаза мағынасында бар. Қазақта қонаққа мүше тарту, табақ тарту дәстүрі. Қазақ мәдениетінде қонаққа мүше тарту ерекше мәнге ие дәстүр. Мүше сөзі бастапқыда малдың, аң-құстың еті мен жілік мүшелері деген нақты мағына берген. Мысалы, дәулетті адам қонаққа құс сойғызғанда бір мүшесін қалдырмай ас деп айтады. Табақ тарту қонақтың дәрежесіне байланысты жасалатын рәсім. Табақ түрлері және олардың құрамы. Қазақ салтында табақтар бірнеше түрге бөлінеді. Бас табақ ең сыйлы қонаққа тартылады. Міндетті түрде бас және жамбас салынады. Орта табақ құрметті қонақтарға, асылы кәрі жілік кейде жамбаста салынуы мүмкін. Сый табақ қарапайым, бірақ қадірлі қонақтарға, басына жілік, жамбас түсуі мүмкін. Күйеу табақ күйеуге арналған, бір сан жілікпен төс салынады. Келін табақ келінге арналған, міндетті түрде төс және жұлдырғы жүрек болады. Қыздар табағы жүрек, бүйрек жақ, тіл салынады. Құдалар табағы жамбас немесе асылған жілікпен сүбе беріледі. Академик Қайдарұлы мен Қасымовтың пікірлері: табақ тек ет салынатын ыдыс мағынасында емес, ол астың түрлері, дәстүр, жоралғы, тарту таралғы сияқты кең ұғымды білдіреді. Мысалы, депеш табағы, жорға табақ, бәйге табақ. Лингвистикалық тұрғыдан қарағанда, араб және парсы сөздерінің қазақ тілін ғана емес, жалпы түркі тілдері лексикасын молайтудағы рөлі, олардың тілдегі эволюциясы, әсері, семантикалық дамуы барлығын ғылыми түрде білу ол өте қажетті мәселе. Мысалы, хана сөзі парсы тілінде үй деген мағынаны білдіреді. Қазақ тілінде бұл сөз түбір түрінде емес, түбірлес сөздерге қосылатын аффикс сипатына ие болған. Яғни бір қатар сөздерге жалғанып жаңа сөз жасайды. Шайхана, қымызхана, жатақхана, кітапхана және де тағы да басқа. Мысалы, нама сөзі парсы тілінде хат деген мағынада болған. Қазақ тіліне әбден сіңгеннен кейін дыбыстық өзгерістерге ұшырап, тама, тема, дама, теме түрінде кездеседі. Осы түбір кейін қазақша аффикске айналып, сипаттама, дәлелдеме, жолдама, мінездеме, анықтама, баяндама, жарнама сияқты көптеген жаңа сөз жасаған. Парсы тектес көптеген антропонимдер, әсіресе адам аттары бастапқыда белгілі мағынаға ие болғанымен, қазіргі тіл оларды дайын қалыпта қолданады. Мысалы, Фирдоуси парсыша жұмақ, низами, назм, яғни өлең сөз, хафиз арабша Құранды жатқа білуші. Ондасыновтың айтуынша парсы тектес сөздер мен сөз элементтері арқылы қазақ тілінде көптеген жаңа сөздер жасалған. Абжылан, айлакер, балгер және тағы да басқа. Мұсабаев орыс тілінен қазақ тіліне енген сөздерді үш кезеңге бөлген. 17 ғасырға дейінгі кезең аз көлемде ауысқан, 17 және де 19 ғасыр бірінші жартысы және де 19 ғасырдың екінші жартысынан бері. Ал ұлы отан соғысынан кейін кезеңде орыс тілі арқылы көптеген кірме сөздер енген болатын. Мысалы, аршын, атаман, қымыз, шабдалы, ақша, қазы деген секілді.
қазіргі күнделікті өмірде тым сирек қолданылатын мағыналары көмескіленіп бара жатқан бірақ халықтардың ертедегі тіл өміріне жиі қолданылған көптеген сөздер қазақ тілінде өте көп. Аймауыт, темір сауыт деген секілді мағынада, ақберен, жапырақ торлы сауыт деген секілді. Және де көркем әдебиетте, публицистикалық мақалаларда да кездесетін, кезінде әдеби тілде жиі қолданылған, бірақ қазіргі кезде көркем әдебиетте белгілі бір оқиғаларға байланысты ғана қолданылатын тарихи ескірген сөздер де көп. Болатком, болыстық атқару комитеті деген секілді. Бір кездерде тарихта үлкен рөл атқарған, бірақ қазіргі кезде жоғалып кеткен халық аттары көнерген атауларға айналады да тек тарихи әдебиеттерге ғана кездеседі. Хун, Харлук, Хазар деген секілді тайпалар одақтарын атауға болады. Бір кездерде тілдік актив лексикасы құрамында күнделікті қолдануда болған сөздер белгілі бір жағдайларға байланысты пассив лексика қатарына ауысып кетеді дедік. Мәселен, қазақша жыл аттары, тышқан, сиыр, барыс деген секілді бетінге дейін ауызекі сөйлеу тілінде оның өзінде өгде қарттар лексиконында да жиі қолданылып келеді. Ал қазақша аяттары наурыз, көкек, мамыр, маусым деген секілді. Қазақ халқы айларының бірнеше жүйесін пайдаланылған, зодиак, тоғыз айлары, азаматтық айлар, араб айлары деген секілді. Ал жыл басы наурыз көктемгі айы хамалдан басталады. Хамал, сәуір, зауза, саратан, әсет деген секілді. Тіл туралы заң қабылданғанға дейін қазақша аяттары тіл білімінің негіздерінде оқулығында архаизм деп түсіндірілген, яғни қазіргі басқашаланатын заттар мен құбылыстардың бұрынғы көнерген атаулары архаизм деп аталады. Мысалы, қараша, желтоқсан мен сол бір екі ай, қыстың басы бір ерте, біреуі жай деген сөздердегі қараша қазірге октябрь деп аталады. Және де диалектілік лексика белгілі бір аймақ шеңберінде қолданылатын тіл ерекшелігі. Бұл топқа қатысты сөздер белгілі бір теориялық тұрғылардың тіліне байланысты болып келеді. Мәселен, Қазақстанның кей жерлерінде шақыру деудің орнына шақыру, піскен, пысқан деп айтады. Бұл диалектілердегі фонетикалық өзгешеліктер. Диалектизмдерге лексикалық өзгешеліктер кейде варианттар мен дублеттер болады. Киіз үй, ағаш үй, ақпар, үлкен деген секілді. Және де дублеттер сөздердің екі немесе бірнеше нұсқасы қатар қолданылады. Фонетикалық дублеттер залым, зәлім, лексикалық дублеттер етеш, кораз, грамматикалық дублеттер барасыз, барсаңыз. Дублеттер кейде әдеби тілде, кейде диалектілік сөздерде кездесіп екі жақта әсер етеді. Қорытындылай келе, қазақ тілінде сөздердің өзгеруі мен әртүрлілігі бірнеше факторға байланысты. Архаизмдер күнделікті тілде қолданылмайтын, бірақ тарихи немесе әдеби мәні бар сөздер, диалектизмдер белгілі бір өңірге ғана қолданылатын сөздер, дублеттер бір сөздің бірнеше нұсқасы, фонетикалық, лексикалық немесе грамматикалық ерекшеліктермен. Бұл қазақ тілінің байлығын, тарихын және аймақтық ерекшеліктерін көрсетеді. Қабылданғанға дейін қазақ аяттарының бірқатар архаизм ретінде түсіндірілді. Мысалы, Абай қолданған қараша сөзі бұрынғы ай атауының ескі нұсқасы деп қаралды. Тіл саясат өзгерген соң Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулатов секілді алаш қайраткерлері қолданған жарғы, құрылтай сияқты сөздер қайта жаңғырып әдеби қолданысқа орнықты. Диалектілік лексика белгілі бір аймаққа ғана тән тілдік ерекшеліктер. Қазақ тілінде бұл құбылыс фонетикалық, лексикалық және грамматикалық деңгейлерде байқалады. Фонетикалық айырмашылықтарға шақыру, яғни шақыру, піскен, пысқан, сұра сияқты формалар жатады. Лексикалық диалектизмдер қатарына атауыз, бадалы, деліс, бодан, хамшикі сияқты сөздер енеді. Грамматикалық ерекшеліктер келулі, алулы, салулы, барғайы отыр тәрізді сөз тұрпаттарынан көрінеді. Көрші халықтардың тілі де аймақтық ерекшеліктер тудырады. Мысалы, Өзбекстан шекарасын жақын өңірлерде буяк, сояк, паскетөс, капы сияқты өзбекше элементтер кездеседі. Орыс тілінде де диалектизмдер көп. Дублеттер мағынасы бір, формасы өзгеше сөздер. Қазақ тіліндегі фонетикалық дублеттерге мандай, манлай, риза, рыза жатады. Ал лексикалық дублеттер бізде қораз, әтеш, иісу, әтір, суағаш, енағаш. Грамматикалық дублеттер ретінде барасыз, барасыңыз, жатқан, жатырған қолданыстары көрсетіледі. Кәсіби лексика белгілі бір мамандыққа қатысты сөздер жүйесі. Кен өндіру саласында ауыл шаруашылыққа байланысты кәсіби атаулар да көп. Мысалы, мақта өсіруде коза, шит, терімші, қауын қарбызда торлама, кемпір, қауын. Пиджин тілі мен креоль тілі. Пиджин аралас тілдердің бір түрі. Әртүрлі территориядан келген адамдардың түрлі тілде сөйлеуші халықтар арасындағы қарым-қатынас пікірлесу үшін құрастырылған жасанды тілдердің бірі. Алғашқы шыққан кезінде мұндай жасанды тіл Pidgin English деп аталынды. Әуелгі кезде көп сөйлеуші оңтүстік Қытай порттарында көмекші қатынас құралы ретінде пайда болды. 19 ғасырдың орта кезеңінде Ресей мен Қытай шекарасы жағалауларында кяхтин пиджині дегенде пайда болды. Мұны орыс тілінің Қытай наречисі деп те атаған. Кяхтин наречисінің негізгі Қытай мәнеріне салынған әбден қарапайымдырылған орыс тілі. Кяхтин пиджин тілінің бірқатар ерекшеліктері бар, яғни оның біріншісі дауысы сөздерді бөліп айту, мағынасы жақын сөздермен шатастыру, сын есімдерге қосымша сөз қосу деген секілді бірқатар ерекшеліктері бар. Креоль тілі дегеніміз этникалық субстрат тілі, белгілі бір жаңа этнос, яғни халық тілі. Мұндай жаңа этностар, яғни халық белгілі бір эпостық процесс нәтижесінде, біраз этностың бір жерге шоғырлау нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Сөз мағынасын ауыстырып қолдану жолдары мен түрлері. Сөз мағынасын ауыстыру дегеніміз не? Тіл белгілі бір сөзге қосымша, үстеме, ауыспалы мағына туғыза алады. Бір сөз негізгі мағынадан мүлдем өзгеше мағынада қолданылады. Енді ауыспалы мағынаның басты түрлеріне тоқтала өтсек, метафора, метонимия, синергия, табу, эвфемизм, қызмет бірлігі бойынша ауыстыру. Бұл жерде қызмет бірлігі бойынша ауыстыру дегеніміз белгілі бір заттың атын басқа затқа оның атқаратын қызметінің ортақтығына қарай көшіру. Оның ерекшелігі метафорадан айырмасы ұқсастық сыртқы белгіден емес қызметтен туады. Түр, түсі, материалы бөлек болса да, қызметі бір болса, бір атау сақталады. Мысалдар: мал, ақша,
айырбас құны болғандықтан атауы сақталады. Гривна, рубль, күміс кесекті майдалау арқылы пайда болған ақша болғандықтан атауы сақталады. Және тағы да басқалары. Енді бізде метафора. Бұл заттар мен құбылыстардың ұқсастығына қарай бір атаумен аталуы. Оның түрлері лингвистикалық және де поэтикалық метафоралар. Лингвистикалық метафоралар дегеніміз күнделікті қалыптасқан ауыспалы мағына. Мысалы, таудың басы, судың беті, істің басы деген секілді. Ал поэтикалық метафоралар көркем әдебиетте қолданылатын бейнелі мағыналар. Мысалдар келтіре өтсек, мысалы Абай атамыздың өлең жолдарында біз май, сіз шоқ, көңіл жүгі, дүние кілті деген секілді метафоралар кездеседі. Енді бізде метонимия. Бұл себеп салдар, жақындық, аралық, байланыс негізінде мағына ауысуы. Мысалы, жеті атасын мал өлтірген, мал құмар, жел кеуде, кер кеуде деген секілді. Метонимия белгілі бір заттар мен құбылыстардың сыртқы және ішкі мән мағынасын реалды байланыстылығына қарай ауыстыру амалы. Метонимияның метафорадан басты айырмашылығы. Метафора негізінен ұқсас екі зат немесе құбылысты бір-ақ атаумен атаса, метонимия ойда сақталынып тұрған бірер сөзді айтпай-ақ, ол сөзді екінші бір сөз мағынасына сыйыстырып жібереді. Ондайда екі немесе одан да көп сөз мағынасын сол сөздер орнына қолданылған бір-ақ сөзден оп-оңай аңғарамыз. Оның басты себебі метонимия халық тілінде ертеден бермен қарай қалыптасқан ұғымдарға сәйкес жасалынады. Мысалы, Сәкенді оқыдым десек, Сәкеннің шығармаларын оқығанымызды аңғарамыз. Бұл бізде метонимия. Сенек доха. Сенек дохада бір ұғымды екінші ұғымға ауыстырғанда бірі үлкен, екіншісі кіші, бірі жалпы, екіншісі жалқы, бірі бүтін, екіншісі бөлшек болу қажет. Әдетте үлкені кішінің орнына қолданылғанда мағынасы азаяды да, кішісі үлкеннің орнына қолданылса мағынасы зораяды, яғни кеңейеді. Мысалы, 100 бас қой, 20 тұяқ мал. Осы сөйлемдердегі бас, тұяқ, қол деген сөздер бір бүтін дененің бір ғана бөлшегі болып тұрған жоқ. Сол кішкене бөлшекті білдіретін сөздің мағынасы зорайып, белгілі бір бүтін дененің орнына ауысып қолданылып тұр. Шынында жануарлардың, оның ішінде осы тіркесте қойдың басы деген бір мүшенің атын ғана білдірмей, бүтін қойдың өзін түгел қамтып, бір бүтін мал деген, яғни қой деген ұғымды білдіріп тұр. Сөйтіп осылар сияқты бөлшектің мағынасын білдіретін сөздер бүтін орнына жұмсалса, бұл бізде сенек доха болады. Нағыз сенек доха әдетте келеке, қалжың ретінде жұмсалады. Мысалы, ең шебері, анау мұрт, осының бәрі мына сақалдың ақылы деген тәрізді сөйлемдерде қолданылады. Табу ертедегі қорқыныш пен мифологиялық сенімдерден туған белгілі сөздер мен атаулар тура айтуға тыйым салу дәстүрі. Қоғам дамығанымен табу іздері көптеген халықтар тілінде сақталғанымен ол біртіндеп жойылып келе жатқан құбылыс ретінде саналады. Полинезиядағы Бадуй тайпасы қазіргі өркениетті толықтай. Ал енді кезек эвфемизм. Эвфемизм бір нәрсені сыпайы жұмсартып жеткізудің тәсілі болып, табуға жақын болғанымен, мәні жағынан одан өзгеше тілдік құбылыс ретінде білеміз. Эвфемизмдер ерте замандардағы қорқыныш, діни нанымдар, салт дәстүр әсерінен пайда болған жануар аттар, аурулар, көз тию секілді ұғымдарды тура атамаудан туған нәрсе. Халық тілінде де адамдардың есімін, дене кемістігін, мінез құлқын, әлеуметтік жағдайын және өлім мен некеге қатысты ұғымдарды жұмсартып айту үшін әртүрлі эвфемизмдер қалыптасқанын білеміз. Эвфемизмде троптар мен көркемдік тәсілдер арқылы жасалып, метафора, метонимия, сенек доха, символ, ирония және фразеологизмдер арқылы тілдің бейнелеу қуатын арттыратынын бәрімізге. Амонимдер дыбысталуы бірдей, бірақ мағынасы әртүрлі сөздер. Олар тілде ерекше рөл атқарады, сөйлеу мен жазуды көркем әрі бай етеді. Амонимдердің көмегімен авторлар сөздермен ойын ойнап мәтінге қызықтылық қосады. Сөйлеу мәнерін икемді әрі әсерлі етеді. Мысалы, бас сөз адамның басы немесе газет басы деген екі түрлі мағынада қолданылуы мүмкін. Тағы бір мысал ретінде құйрық сөзі жануардың құйрығы немесе кез келген заттың соңғы бөлігі дегенді білдіруі мүмкін. Амонимдердің бірнеше түрі бар. Біріншісі толық амонимдер, екіншісі жартылай амонимдер және де үшіншісі сөз амонимдері. Бір сөздің ішінде бірнеше мағынасы бар кезде қолданылады. Амонимдер әдебиетте, мақал-мәтелдерде, қалжыңда, әзіл-сықақта жиі қолданылады. Олар оқытушылардың сөздік қорын байытып, тілін дамытудың тиімді жолы болып саналады. Сонымен қатар амонимдер тілдің тарихи дамуын зерттеуде маңызды рөл атқарады. Себебі кей сөздердің бірнеше мағынада қолданылуы олардың мағына өзгерістерін және тілдің эволюциясын көрсетеді. Амонимдер шығуы жағынан да мағына жағынан да басқа айтылуы және жазылуы бірдей сөздер. Амоним сөздерді көп мағыналы сөздерден ажырату қажет, өйткені бұлардың үйлестігінен гөрі айырмашылықтары көбірек. Ал енді амонимдердің пайда болу жолдары жайлы айтсақ, біріншіден фонетикалық өзгеріс, дыбыстардың өзгеруі, жақындасуы. Мысалы, dear, big, right. Екінші семантикалық дамудан. Сөз мағынасы кеңейіп, басқа мағынадан толық ажырауы. Мысалы, бас, hit, begin. Үшіншіден кірме сөздер арқылы. Басқа тілден келген сөз бұрынғы сөзбен бірдей естіледі. Мысалы, ара, бал арасы, ара, құрал. Look, клуб. Ал енді паронимдер.
паронимдер дыбыстық және морфемалық құрамы жағынан ұқсас, бірақ лексикалық мағыналары әртүрлі сөздер. Бір қызығы, паронимдер сөздігіне сәйкес орыс тілінде 1000-ға жуық осындай жұп бар екендігі. Көбінесе орыс тілінде тек сыртқы ұқсастығы бар тіпір паронимдер кездеседі. Мысалы, саясат, полюс, экскаватор, эскалатор, кларнет, корнет. Этимология тіл білімінің жеке сөздер мен морфемаларының шығу тарихын зерттейтін саласы. Этимология негізінен екі түрлі салаға бөлінеді: ғылыми және халықтық этимология. Ғылыми этимологиялық зерттеулерде белгілі бір сөздің морфеманың алғашқы мағынасын, сырын, қандай өзгерістерге түскендігін айқындау үшін 5 түрлі принципті қолданады: генеалогиялық, фонетикалық, морфологиялық, семантикалық, этиологиялық принциптерге жүгінеді. Генеалогиялық принцип сөз төркінін анықтағанда тұтас тілдерді салыстыру арқылы қарастырады. Мәселен, түркі тілдерінің қазақ, қырғыз, ұйғыр, өзбек, әзірбайжан тілдеріндегі деректерді салыстырады. Мәселен, қазақ тіліндегі бала, шаға, қыз, қырқын тіркестеріндегі шаға және қырқын сөздері басқа тілдерден қыз және бала деген мағыналарды береді. Фонетикалық принцип сөздердің шығу тегін анықтағанда дыбыстардың өзгеру заңдылықтарын зерттейді. Мәселен, қазақ тілінде екі дауысты дыбыс қатар келмейді, ал қырғыз тілінде басқаша. Мысалы, тау сөзі қырғыздарда тоо болып оқылады. Ал қазақ тілінде ж әрпінен басталатын сөздер басқа түркі тілдерінде и әрпімен басталады. Ел, яз, яш деген секілді сөздерді қарастырады. Лингвистиканың негізгі объектісі ғылыми этимология, өйткені ғылыми этимология тарихқа, ақиқатқа, шындыққа негізделеді. Сөз мағынасын дәл түсіндіріп, айқындайды. Ал этимондар сырын ашу оңай емес. Қыр-сыры мол сөздер тілде өте көп. Олардың көпшілігінің қалай, қайдан шыққаны күні бүгінге дейін жұмбақ. Дегенмен лингвистер мұндай мәселелерге айрықша назар аударуда. Қазақтың тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлихановтың айтуынша, аластау ерте заманда пәле-жаланы, зұлымдық, жауыздықты от арқылы отпен үркітіп, қорқытып, қашыруға байланысты шыққан. Яғни қазақта баласын айналайын деген сөз де о баста жас нәрестесі ауырған әкенің өз белбеуін өз мойнына салып, не істерін білмегендіктен өз үйін өз айнала беруіне байланысты шыққан болатын. Келе-келе бұл екі сөздердің де мағынасы кеңейе түсті. Аластау деген қуып шығу, көзін жою дегенді білдірсе, айналайын өте жақсы көру, мейірлену мағынасында қолданылатын болған. Кейде бір сөздің этимоны бастапқыда бір бола тұра, кейіннен басқа мағына білдіріп те кетуі мүмкін. Мәселен, орыстың берег сөзі мен немістің берг сөзінің этимоны бір. Бірақ қазіргі мағыналары басқаша. Немісше берг тау, орысша берег жаға. Академик Мар орыс тіліндегі сумерки, ымыртта, күн бата сөзін ертедегі приставка сөз түбірі мерк, меркнуть и флексия. Сонда бұл сөздердің морфемалары сумерки. Кейбіреулері орыс тіліндегі зонтик сөзін рот, ротик, стол, столик сөздеріндегі сияқты зонт түбірінен алынып, оған кішірейткіш екі жұрнағы жалғанған деп ойлайды. Ғылыми тұрғыдан алғанда олай емес. Бұл сөз Петр бірдің тұсында голланд тілінің зонде, күн қағар сөзінен ауысыпты. Кейін ғана келе-келе зонтик сөзінен зонт ықшамдалған. Халық этимологиясы сөздің шын мағынасы белгісіз болғанда, адамдар оны өздеріне таныс сөздермен байланыстырып, жаңаша түсіндіретін тілдік құбылыс. Ғалымдар мұны кейде жалған этимология деп атайды. Бірақ ол жалғандықтан емес, адамдардың сөзді өз білгеніне бейімдеп қабылдауынан пайда болады. Бұл құбылыс көбіне кірме сөздерге қатысты. Адам бұрын естімеген сөзді алғаш қабылдағанда, оның дыбысталуы өз тіліндегі бір сөзге ұқсаса, соған мағына жағынан да жақындастырып алады. Мысалы, реформация келтірген мысалда әйел солист сөзін сол сөзімен байланыстырып күйеуін тұздаушы деп түсінеді. Сол сияқты қазақта тыңайтқыш білдіретін лес сөзін үлес сөзіне ұқсатып жақындату кездеседі. Әдеби шығармаларда да мұндай құбылыстар бар. Мысалы, Сырдарияда экскаваторды іске батыр деп түсіндірген кейіпкер, немесе асу авиахим сөзін асаубай әкім деп естіген адам сияқты мысалдар халық этимологиясының нақты көрінісі. Зерттеушілердің айтуынша, халық этимологиясы адамның сөзді өзіне таныс мағынаға қарай өзгертуге тырысатын табиғи психолингвистикалық әрекеті. Халық этимологиясының топонимикасы саласындағы көріністері. Қазақта аномаларды, жер су аттарын әркім өзінше топшылап, тұспалдап түсіндірушілер бар.
Ондай түсініктеменің кейбірі дұрыс, кейбірі шындығында нобайлау, тұспалдау болады. Қазақ халқы атының етимоны жайында пікір талас жорамалы өте көп. Кейбіреулер қазақ сөзін қазақ, қашақ, кезбек сөздермен байланыстырады, қарауға тырысады. Қашағы дон қазақтары, кезбегі қазбек. Топонимдер реалистке толы құбылыс. Топонимдер реалистке толы құбылыс. Ұлттық халықтың сипат топонимдерден айқын көрінеді. Ондайда топонимдер лексикаланады. Көптеген топонимнің шығу жайы халық аңызы арқылы түсіндіріледі. Халық этимологиясының балалар тіліндегі көріністері. Әдетте зерттеушілер балалар тілінің түрлі салада дамитынына назар аударады. Бала тілінің фонетикалық жақтан дамуы немесе грамматикалық жақтан дамуына аса назар беріледі. Балалар тілінің экспрессивті эмоционалды көркемдегіш бейнелеуіш мәні айрықша мәнге ие.